Сәлеметсіңдер ме оқушылары, қазақ тілі сабағы 2-ші сынып. Бүгінгі 97-ші сабақта зат есімнің жекеше және көпше түрлерін ажыратуды үйренетін боламыз. 54-ші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Үрмелі аспаптар ерте заманда пайда болған. Олар хайуанаттар мен құстардың сүйектерінен, мүйіздерінен, ағаш, сазбалшық, темірден жасалған. Қазақ халқында үрмелі музыка аспаптары көп. Олар сыбызғы, саз-сырнай, үскірік, керней, қамыс сырнай, мүйіз сырнай. Ал енді төмендегі тапсырманы орындайық. Мәтінде не туралы айтылған? Мәтінде үрмелі аспаптар туралы айтылған. Келесі тапсырма, 55-ші жаттығу. Аспаптардың атын көпше түрде жаз дейді. Балалар, бізде бірінші суретте не берілген? Кім айтады? Дұрыс айтасыңдар, сыбызғы берілген. Ал екінші суретте ол қобыз берілген. Ал үшінші суретте бұл жетігеннің суреті. Ал енді бұны көпше түрінде жазатын болсақ, сыбызғы көпше түрде сыбызғылар болады. Келесі қобыз, қобыздар, жетіген, жетігендер. Келесі 56-шы жаттығу. Жаңылтпашты жатқа жаз дейді. Ара-ара аралар, орманның бойын аралар. Гүлден солып бал алар, бал тәтті ғой балалар дейді. Ал енді оқушылар осы жаңылтпашты жаттап алып, әдемілеп дәптерімізге жазып аламыз. Енді төмендегі тапсырманы орындайық. Зат есімнің жекеше көпше түрлерін тап дейді. Енді біздегі жаңылтпаштағы жекеше түрдегі зат есімдер, олар ара, орман, не деген сұраққа жауап береді? Гүл, бал дегендер осы зат есімнің жекеше түрі болып саналады. Ал көпше түрдегі зат есімдер есімізге түсірейік, кімдер, нелер деген сұраққа жауап береді. Біздегі жаңылтпаштағы көпше түрдегі зат есімдер, олар аралар және балалар деген сөздер екен. Келесі 57-ші жаттығу. Тәжірибе жаса дейді бізге. Бізде өшіргіштер, қаламдар, дәптерлер деген сөздерінің түбірін қағазбен жап дейді. Ал енді оқушылар, біз өшіргіштер, қаламдар, дәптерлер деген сөзді жазып, оның түбірлерін қағазбен жауып қояйық. Оның түбірлеріне қандай сөз жатады? Өшіргіш, қалам, дәптер деген сөздерді біз қағазбен жауып қоямыз. Ал енді жабылмай қалған жалғауларды оқып көрейік. Тер, дар, лер деген жалғаулар жабылмай қалды. Қалай ойлайсыңдар енді? Түбірге жалғанған көптік жалғаулары неге әртүрлі болып тұр? Себебі түбір сөздің соңғы дыбысы қатаң болса, көптік жалғауы қатаң дауыссыздан болады. Ал түбір сөздің соңғы дыбысы үнді болса, көптік жалғауы ұяң немесе үнді дауыссыздан бастап жалғанады. Оны тәжірибе арқылы байқадыңдар, иә? 58-ші жаттығу. Сұрақтар бойынша домбыраны сипаттап мәтін құрастыр дейді. Ал енді мәтін құрастыру үшін біз мына сұрақтарға жауап беруіміз керек. Домбыра қандай аспап? Оның ішегі мен тиегі қандай болады? Домбыраның үні қандай деген сұрақтарға жауап беру арқылы біз мәтінді құрастыратын боламыз. Домбыра қазақ халқының ең кең тараған екі ішекті көп пернелі музыкалық аспабы. Домбыра тиегі үш түрлі болады. Шайтан тиек, негізгі тиек, табалдырық тиек. Домбыраның ішегін қойдың ішегіне жасаған. Кейбір домбыраға сым ішек тағылады. Аспап үні қоңыр, құлаққа жағымды әрі жұмсақ болып келеді. Ал енді оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.